Бұл видеоны действительно 1000 рет түсірген шығармын, потому что өшіп қала береді. Надеюсь, бұл видео өшпейтін шығар енді. Соңғы уақыттары мен шыны керек 2 апта болды, бірдей цифрларды көре берем. Менің бұл туралы видеом бар TikTokта, бірдей цифрларды көру бойынша, оның мән мағынасын бәрін айтып кеткен. Бірақ сол видеоны көрдім, өзімнің көңілім толмады, потому что мен іздеген жауапты таба алмадым мен өзімнің видеомнан, потому что мен 22 деген цифрды көп көріп жүрмін. 2 апта болды сол цифрге ұрына берем, тұрамын да мән мағынасын іздеймін. Оказывается, әр адамға әртүрлі бірдей цифр көру, и ол еще андай нәрсенің мағынаны білдіреді. Мысалы, сіздер ұзақ уақыт бойы созып жүрген бір іште сұрақтарыңыз болса, конкретно осы шақты шешіп тастау керек. Ұзақ оны созып жүре берсең, либо да, либо нет деген мағынаны білдіреді екен ғой. То есть, бірдей цифрды көру, ол саған конкретно бір жауапты бермейді, бірақ аяу, шешім қабылда, сен уақытсыз созып жатырсың, кейінге қалдырып жатырсың, тез, либо да, либо нет деген нәрсеге алып келеді екен. Екіншіден, сіздің армандарыңызды тез орындауға сізге энергия береді бірдей цифрларды көру. Сол үшін де бір ойлап жүрген нәрсеңіз болса, осыны істеймін, осы менің қолымнан келеді, бірақ кішкене күмәнмен қарап жүрсеңіз, өзіңіздің арман мақсатыңызға именно жасаңыздар. Жақсы нәрсені ойлаңыздар. Жақсы нәрсені ойлағаннан қашан жамандық көріңіздер, айтыңыздаршы. Жақсы нәрсе всегда помогает. Так что, значит, бірінші бірдей цифрларды көру, ол ішкі түйсікке жүгіну, ол Құдайға жүгіну, әрдайым түп санаға жүгіну, я. Созып жүре бермеңіздер. Наконец-то өздеріңізге жауапты айтыңыздар. Екіншіден, ол жаңағы арман мақсатыңызға орындауға энергия береді дедім, я. Сол үшін жақсы нәрсені ойлап жүріңіздер. Осыны айтқым келген, мен ішінде сақтап жүрдім. Мен видео түсіріп жүрмін, жоғанем ашып тұр дедім, мен сіздерге видео түсіріп жатырмын. Вот мен консультациямды жазсаңыздар болады, білесіздер, мен Ая Жұмағали. Одан кейін барып мен ақшаға байланысты, отношенияға байланысты, армандарға байланысты сабақтарым бар, қатыса аласыздар. Всем пока.